Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай сметаниктер әзірлейтін боламыз. Ең алдымен маған лайк басып, тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Ең алдымен бізге осындай 200 грамм ұн керек болады. Сосын 100 грамм сары май, қант керек болады, жұмыртқа және де разрыхлитель. Ең алдыменен осындай үккіштің ең үлкен көзіменен сары майымызды осылай видеода көрсетілгендей етіп үккіштен өткізетін боламыз. Осылай сары майды ұнға аунату арқылы үккіштен өткізіп шықсаңыздар болады. Ал енді осылай крошка сияқтылай араластырып шығамыз. Сосын үстіне шекерімізді, разрыхлителімізді, жұмыртқамызды салып, қамыр илейтін боламыз. Басында осылай бірікпей тұрады, кейін осылай қайта-қайта илей бергеннен кейін бірігіп кетеді. Бұған артық ұн, артық зат қосудың қажеті жоқ. Міне дайын болды қамыр. Енді осыны 10-15 минутқа холодильникке тұндырып қоятын боламыз. Сосын салмасын дайындаймыз. Енді ол үшін бізге 2 жұмыртқамызды саламыз. Сосын үстіне шекерімізді саламыз. Қазір қанша қосатын бәрін описанияға қалдырып кететін боламын. Жазып, сол жерден салсаңыздар болады көріп. Шекер ерігенше жақсылап араластырамыз. Сосын менде осындай 20% қаймақ бар. Осылай қаймақтың 500 грамм саламыз. Оны да жақсылап араластырамыз. Ал енді 24 сантиметрлік ыдысымызға, осындай қалпымызға шетін майлап, ішін майлап жабыспас үшін осылай видеода көрсетілгендей жасап шығамыз. Және дайын болған қамырымызды алып, жәйменен ең алдымен бірінші шетін жасап шығамыз. Өте оңай, жасап көрсеңіздер болады. Мінекей дайын болды. Енді вилканың көмегіменен бастарын осылай істеп шықсаңыздар болады. Ал енді салмамызды құямыз. Ең алдыменен пеш міндетті түрде қызу болу керек. 200 градуста қызып тұрған пеште жарты сағат, 1 сағаттай пісіртіп аламыз.